Ayaro bizler qayda o'tirmiz? Köşede oturmuş. Ya dұрыс. Ayaro bizler bugün шебер-әке өнері ана еңбекқор бала тақырыбынан қолөнер жасайтын боламыз. Сол қолөнерді жасау үшін біз киіз үй таңдадық. Бұл киіз үйді не үшін пайдаланған білесің бе? Бұл киіз үй кезінде ата-бабаларымыз көшпенді өмір салтын сақтаған. Ол кезде малды жайлауға көшіп, жайлауда баққан, одан кейін қыстауға көшіп, қыстауда баққан. Сол кезде ыңғайлы болу үшін әрбір жыл мезгіліне байланысты қыста, жазда, күзде көшіп отыру үшін осындай үй ойлап тапқан. Сүйегіне келетін болсақ, бұл 4 бөліктен тұрады. Ең біріншісі астыңғы бөліктері бұл кереге деп айтылады. Сосын уықтары, бұл уық дегеніміз жоғарысындағы ең маңызды бөлігі шаңырақ. Бұл шаңырақты керегемен қосып арасын жалғайтын уықтармен жалғанып тұрады. Және мына сықылдауық бұның есігі сықылдауық деп айтылады. Ayaro біздің киіз үйіміздің іші осындай әдемі ою-өрнектермен безендіріледі. Киіз үйіміздің уығына осындай әдемі ою-өрнектер қойылады және киіз үйдің төріне қазақтың ұлттық аспабы домбырамыз, одан кейін қамшымыз, және де қазақтың ұлттық киімдері, көйлектеріміз, кәжекеймен және де осындай қоржынымыз, бұл той-думандарда пайдаланатын осындай әдемі заттарды киіз үйдің төрінен көре аламыз. Ал біз қолөнерімізді жасау үшін бізге осындай картон қағаз және мынандай фетр маталар, әртүрлі түсті, сосын әртүрлі ою-өрнектер, жіптер, маталарды пайдалана отырып біз қазір киіз үй жасайтын боламыз. Ayaro бүгінгі біздің қолөнеріміз осымен аяқталды. Біз киіз үйді жасап шықтық. Енді сен осы киіз үйді бізге сипаттап айтып бере қойшы. Нав санағы, нав орта, нав іші, нав кере, нав ойыға. Ой, бәрекелді, жарайсың. Sana ұнады ма киіз үйіміз? Иә.